Python, HTML, CSS, SQL деген сияқты программалау тілдерін қай жақтан үйренсем болады? Әрине, кітаптан үйренуге болады, YouTube-тан видео сабақтарды қарауға болады, болмаса курсқа қатысуға болады. Бірақ бұдан да оңай жолы бар. Бұл W3 Schools платформасын қолдану. Бүгінгі сабақ осы платформа туралы болады. Олай болса, кеттік, сабағымызды бастайық. Платформаға кіру үшін біз Google-ға W3 Schools деп жазамыз. Содан кейін бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Платформа бұл ағылшын тілінде жасалынған, бірақтан бұны орысшаға немесе қазақшаға аударуға болады. Оны қазір қалай екенін мен көрсетемін. Бірінші мына жақта tutorials дегенді басатын болсаңыздар, мына жерде міне learn HTML, CSS, HTML мен CSS-ді үйренсеңіздер болады. Болмаса міне Python-ды үйренсеңіздер болады, SQL-ды үйренсеңіздер болады. Өздеріңіз қандай тілде үйренгілеріңіз келеді, соны таңдап алсаңыздар болады. Мен қазір мынау Python тілін басайын. Ең бірінші осы Python-мен танысып шығайық. Программаны орысшаға аудару үшін мына жақта мышканың оң жағын басасыздар, содан кейін перевести на русский дейсіздер. Міне бізде орысшаға аударылды барлығы. Егер сіздер қазақ тіліне аударғыларыңыз келетін болса, мына үш нүктені басып, осы жақтан выбрать другой язык деп қазақ тілін таңдап алсаңыздар болады. Бірақ менде орысша тілінде тұра берсін. Егер сіздерге кішкене қазақ тілінде аударған кезде қателіктер кетуі мүмкін, сондықтан орысшаны көре берген негізі дұрыс. Ол барлығы түсінікті, қиын түгі жоқ. Енді мына жақта бірінші жазылған Python туралы жазылған, оның самый популярный язык екені туралы. Одан кейін мына жақта міне введение дейтін болсақ, Pythonның кім жасағанын, қай жылы жасалғанын, не үшін қолданылатынын барлығын жазып шыққанын. Одан кейін енді мен мына жақта бірден переменный дегенге кете берейін. Осылай міне, переменный деген бізде айнымалылар ғой, осы айнымалыларды осы жақтан көрсеңіздер болады. Міне, айнымалы құру үшін қалай құрылатынын барлығын осылай жасап қойған. Одан кейін міне, именно переменных деп басатын болсам, айнымалыны құрған кезінде нені білу керек. Мына жерде міне бәрін жазып қойған. Айнымалы құрған кезінде үлкен латын әріптерден, кішкентай әріптерден, латын әріптерінің 0 мен 9 арасындағы сандарды және нижний подчеркиваниені қолданса болады дейді. Айнымалы, мына жерде жазған, міне, айнымалы саннан басталмайтыны туралы, оның ішінде дефистердің, жаңағыдай тирелердің болмайтыны туралы жазылған. Осы жерден барлығын оқып алсаңыздар болады. Мысалы үшін мына жақтағы айнымалыларды осылай қылып құруға болады, ал мынандай қылып құруға болмайды. Неге? Өйткені мына жерде біріншіден саннан басталынған, айнымалы қате болады. Екіншіден арасында тире қойылған, тире емес, нижний подчеркивание қойылады, мынандай қылып. Немесе мына жақта ортасында міне осындай пробел тастап кеткен. Олай да жасауға болмайды. Егер пробелдің орнына сіздер тағы да міне нижний подчеркивание қолдансаңыздар болады. Мына жақта попробуй сам деген кнопка бар. Осы попробуй самды басатын болсаңыздар, сіздер мына жақтағы функцияның атқаратын қызметін, яғни мына жақтағы кодтың нәтижесін мына оң жағынан көріп отырсаңыздар болады. Одан кейін міне типы данных Python дейді. Жалпы Pythonның айнымалы түрлерін көрсеңіздер болады. Міне бірінші текстте қолданылатыны бұл str, яғни string, сандарға қолданылатыны бұлар int, float, complex. Осылай міне көре бересіздер. Одан кейін мынау try it деп, мынау hello world-тағы жалпы hello world деген кезде str-дің, яғни string-тің атқаратын қызметін осылай көре берсеңіздер болады. Мен енді бірден астыға олай түсе берейін, бірден тез-тез. Мысалы үшінге мына жақта Python'да жолмен жұмыс жасау үшін, яғни string-пен жұмыс жасау үшін нені білу керек. Мына жақта қарап тұрсаңыздар, міне string-тің ішінде нарезка дейді, изменить, объединить строки, формат строк дейді. Міне нарезка строк дегенді басайын. Нарезка строк дегенді басатын болсам, міне попробуй сам дегенді басам, попробуй сам деген кезінде мына print b 2 мен 5 дейді. Осы функцияның атқаратын қызметін мына жерден көре аламын. Осылайдан сіздерге үйрену оңай болады. Кітапта оқыған кезінде түсінбей қалуларыңыз мүмкін ғой. Мына жақта орысшасын түсінбесеңіздер де попробуй сам деп, мына атқаратын функцияның қызметін осылай көріп, есте сақтап отырсаңыздар болады. Мысалы, изменить строки дейді. Мысалы, upper деген функция бар, upper деген функцияның атқаратын қызметі, бұл a деген айнымалыны алатын болсақ, осы айнымалы hello world деген текстті ішіне жазатын болсақ, a upper деп, сол функцияның ішіндегі жалпы барлық әріптерді үлкен символға, үлкен әріптерге айналдыра аламыз.
lower деп мынаның барлығын кішкентайына айналдыра аламыз. Сондай-ақ мына жақта тағы да бір нәрсені көрсетейін. Мысалы үшінге lower дейік. Lower'ды басатын болсам, мен мына жерде мынаны өзгерте беруге болады. Тағы да бір сөздерді жазып, мынау run дейтінді басатын болсаңыздар, біз кішкенекте тұрайық. Өзгерді. Lower дегеннің атқаратын қызметі бұл барлық әріпті кішкентай әріпке айналдыру болады. Солай өзгертіп, өздеріңізге көре берсеңіздер болады екен. Мысалы формат строк дейтін. Формат строкты басатын болсам, бұл жақта қалай осыны қолдануға болатыны туралы барлығы жазылған. Мысалы, если иначе. Питон, если иначе. Если иначе деген ол бізде if else ғой. Питонда if else қалай қолданылады. Равно дегенді қалай қолданылады. Не равно. Барлығы осының ішінде осылай анық көрсетілген. Бұл негізінде бұл платформадан оқу өте күшті, сондай ыңғайлы. Біріншінде осылай сіздер попробуй сам деп әрбір кодтың атқаратын қызметін көріп отыра аласыздар. Онда сіздерге осы платформаны мен кеңес беремін. Егер сіз HTML-ді оқыңыз келетін болса, міне HTML-ді басасыздар. Осының ішінде барлығы тұр. HTML-да атрибуттармен таныссаңыз болады. Мысалы, A деген тег бар ғой, сол тегтің атқаратын қызметіне image, image, бұл тегтің атқаратын қызметіне сурет салу үшін керек. Әр қайсысын нақты жазып қойған, өте сондай бөлім-бөлімге бөліп, солай күшті істеп қойған негізінде бұдашы. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер солай болса, онда арнаға жазылыңыздар, подписаться батырмасын басып, одан кейін лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.